Ағаларымыз насолдым. Сәтті демалыстар. Ертең енді білім күні. Құтты болсын. Мектепке алғаш баратқан кішкентай ұрпағымыз алғаш қадамдарына гүл бітсін. Ұстаздарға денсаулық тілейміз. Ата-аналарға төзім, сабыр тілейміз. Бәрі жақсы болады. Студенттерге де зейіндері ашылсын, мамандық таңдап, дұрыс мамандық таңда деп ойлаймыз. Қандай мамандықтың иесі болмасаңыздар да өз істеріңізді жақсы көріңіздер, соны оқып, жақсы көріп, ары қарай соның жемісін жеуге шын жүректен сіздерге тілеулеспін. Қалай басталады? Келесі апта қалай болады, соны бір қарап жіберейік. Қалай болады? Күш бізбен бірге дейді. Күш сіздермен бірге, жастар. Білім ол күш. Міне, Құдай өз қолдап тұр сіздерді. Алға қарай ұмтылыңыздар. Қолымда тек ақша ғана болса, бәрін сатып алам деген ол дұрыс пікір емес. Егер сіз санаңыз, өреңіз жұмыс істемесе, сізге миыңызды ақша сізді жаңа туғызбайды ғой. Сондықтан ақшаға бәрін сатып алу деген жоқ, олай ойламаймын. Бұл жерде енді ақша деген нәрсе үнемдеңіздер қайтаға. Бұл жерде білімге қарай сол ақшаңызды ұрпақтарыңызға, балапандарыңызға, студенттерге де ақшаларыңыз артық болып жатса, қосымша кітап алып, қосымша қандай да бір көрнекілік әдістемелерге, кітапханаларға барып, ақшаларыңызды, бізде баяғыда ұрсатын 15 теңге қазақ әдебиеті, қазақ тілі газеті тұратын, 15 теңгеге пирожки алғанша 15 теңге сол газет оқып, сөйтіп тіл байлықтарында солай жақсартыңдар деп үйрететін. Мақала жазғанда да сол газет журнал көп оқыңдар деп айтатын. Енді мен олай айтпаймын, өйткені дұрыс тамақтануларыңыз керек. Бірақ білімге ең бірінші зейін салыңыздар. Алдарыңызда жақсы жағдайлар күтіп тұр. Біреулер енді қорқып, қайғырып тұр. Қорықпаңыздар, қайғырмаңыздар. Бәрі өз қолдарыңызда.